Қарағандыда жеңіл атлетика эстафетасы өтті. Облыстық индустриалдық Қарағанды газетінің жүлдесі үшін өткен дәстүрлі жарыс 69 рет ұйымдастырылып отыр. Эстафетаға жалпы саны 4000 адам қатысты. Жоғары оқу орындарының студенттері мен оқытушылары, мектеп ұстаздары мен оқушылары, еңбек ұжымдары және спортшылардан құралған 190 команда 18 этапты жүгіріп өтті. Бұл күні облыс әкімі Бауыржан Әбдішев бастаған бір топ шенеунік Қазақстан Халқы Ассамблеясының командасы құрамында алғашқы этапта жүгірді. Игі шара салауатты өмір салтын насихаттап, бұқаралық спортты дамыту мақсатында өткізілді дейді ұйымдастырушылар. Жарыста үздік келген желаяқтардың барлығы арнайы кубок және бағалы сыйлықтармен марапатталды. Бүгінгі біздің осы эстафета бір команда болып, ассамблея, халық ассамблея болып қатынасып атқанымыз, ол да біздің осы бірлігіміздің, ауызбіршілігіміздің нақты көрсеткіште білеміз. Осы мереке бәрлеріңізге қайырлы құтты болсын. Міне 45 жылы басталған 69 жыл өткізіліп атқан эстафета сол жыл сайын өзінің жалғасын тауып келеді.